Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қызымыз екеуміз серуендеуге шықтық, қыдыруға шықтық. Былай айтқанда, мен құрбыммен кездесем, ол қызыммен келеді. Атакент молда кездестік. Атакент молда осындай ярмарка болып жатыр екен. Осындай түрлі түсті иісі мүңкіп тұрған күшті шайлар сатып жатыр. Сосын неше түрлі тәттілер сатып жатыр. Мынандай бәрінен дәмін көріп, ұнағанын алдық. Алмасқа болмады, енді дәмі деген керемет. Сосын курага, изюм, жаңғықтар, кәмпиттер сатып жатыр екен. Сосын түс кезі еді. Сосын Ланчжоу деген осы кафеге барып, балаларымызбен тамақ іштік. Шынын айтсам, өте дәмді. Маған тамақтары ұнады, бәрі ұнады. Күшті жер екен. Бұл уже басқа күн. Қызымыз екеуміз мегацентрға барып қыдырдық. Соның ішінде магазиндерді қарап, Зараға кіргем. Зарадан өзіме ұнайтын, күнделікті киетін бір дұрыс киім таппадым, шын айтсам. Сосын ештеме алған жоқпын. Сосын Меломан магазиніне кіріп, қарадық, ішін өзімізге керек затты алып, сосын үйге қайттық. Меломаннан 2 кітап алдым. Мынау ертегі и мынандай развивашка кітап. Қазір жатар алдында қызым кітап оқып бер, ертегі оқып бер деп сұрайтын болған. Сол үшін осындай бауырсақ деген кітап алдым. Былай ашқан кезде, суреттер осылай ашылады тоже. Сосын мынау көңілді жауап құмар балалар, қазір 2 жастан асқан кезде, 2 жарым, 3 жаста балалар өте көп сұрақ қояды, сұрақ қойғыш болады. Соған как раз кейбір сөздердің қазақшасын мен шын айтсам білмеймін, кейбір түстердің қазақшасын білмеймін. Мына жерде соның жауабы бар екен. 2+, тем более. Менің қызым 2 жарымда. Сол, осыған осындай кітап алдық. Қазақ тілінде тоже бұл жерде тоже барлығы бар. Міне өте қызық балаларға. Міне түстер, ағаштың түрлері, жан-жануарлар, жеміс-жидектер, үйдегі тұрмыстық заттар барлығы бар. И қазақша аудармасымен. И бағасы небәрі 890 теңге. Мынаның бағасы небәрі 850 теңге. Өте күшті, іздесеңіз негізі Меломаннан табуға болады екен. Сосын менің құрбым осындай развивашка кітап альбом жасайды өзінің қолымен, прям кесіп, бәрін мынандай липучкамен былай жабыстырып аласыз. Осындай, мынау сыйға берген, бұл сыйлық. Негізі мен мынау кітапты заказ берген болатын. Бұл жерде де міне үй жануарлары бар. Бұл еске сақтау қабілетін дамытатын кітапша. Әртүрлі ойын ойлап тауып, ойнатуға болады негізі. Бұның бәрі мынандай жабыстырғыш липучкамен. Жан-жануарлар, орман жануарлары, жеміс-жидектер, мынау үлкен кішіні ажырататын ойын, мынау памятка. Мынаның жартысы қайда деп мысалға сұрайсыз, мынаны бала жабыстыру керек мысалы. Сосын мына жерде формалар, мына жерде түстер. Осындай күшті кітап. Бұған полный обзор жасаймын жақында. Осы видеодан кейін шығады. Осы 2 развивашка кітапты, именно ойынды сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Like you had me so cold. Hey, you should know since you left, now I'm starting to grow. I want you to
Осы айда менің туған күнім болған. Мамам осындай сюрприз дайындапты. Жолдасым осындай сыйлық сыйлады, iPhone. Жақындарыма үлкен рахмет, Аллаға сансыз шүкір, альхамдулилля. Өзіме осындай джинсовый шалбар алдым. Қазір мынандай вырездар мода ғой. Сол трендтен қалмайық деп. Белі высокая посадка, өте ыңғайлы екен, ұнады маған. Сосын мынандай спортивный шалбар алдым, килотый. Үйге, дворға, байдалға шыққанға. Мынандай футболка алдым, қара түсті, Микки Маустармен. Прикольно. Былай жаңағы спортивный шалбармен кигенге алдым. Қызыма да киімдер алдым. Жазға осындай шорты, комбинезон. Качествосы жақсы, күшті, мен өзіме ұнады. Көбелектері бар, әдемі. Сосын мынандай кофточка алдым, осының ішінен кигенге, жалпы үйге кигенге. Просто үйге уже киімдердің бәрі кішкентай болып қалды. Соған енді алып жатырмыз ақырында. Сосын мынандай үйге киетін шалбар, леггинсы, то есть. Осындай леггинсы алдым. Сосын мынандай леггинсы алдым. Қазір уже күн жылып келе жатыр, далаға кигенге, үйге кигенге. Сосын мынандай күшті футболка алдым. Тоже қызыма. Мини Маус. Мен қызым білмеймін, осы Мини Маус жақсы көреді. Кішкене үлкендеу размерлерін алдым. Өйткені қазір балалар тез өседі ғой, өсіп кетеді, киімдердің бәрі кішірейіп қалады. Сосын мынандай футболка. Сол қызымыз екеуміз осылай шопиться етіп келдік. Папамызға рахмет, спонсор. Көктем, дала қандай күшті. Осы терезеден вид ұнайды маған. Жап-жасыл, әдемі. Маған мынандай сыйлық берді. Сіздерге көрсетейін. Бізде шампунь екен. Шампунь. Мынау бальзам болар. Мынау бальзам. Пантинның новый сериясы шықты ғой осындай. И Пантинның мынау спрей. Шаш жуғаннан кейін сеуіп қоясыз. Шаш жұмсақ, өте әдемі, күшті болып тұрады. Осындай сыйлыққа рахмет.